психология мен құдайтану бұл екі түрлі деңгейде. Психология бұл физикалық адам деңгейінде, ал құдайтану ол уже жан деңгейінде, көзге көрінбейтін дене деңгейінде. Сондықтан мен тіпті өзім клиенттеріме айтам, кез келген адамды тыңдай бермеңіздер деп даже мен өзім айтам. Себебі бізде, мысалы, қараңызшы, әйел адам мынандай болу керек, еркек адам мынандай болу керек, ене деген былай болу керек, келін былай болу керек деген адамнан шыққан ережелер өте көп. Бірақ біз 9 миллиард адам болсақ, 9 миллиард адам бір-бірімізге ұқсамаймыз. Әркімнің жан қалауы, ерекшелігі бар. Біздің тіпті білесіз ғой өзіңізде, мына саусағымыздың несі түспейді бір-бірімізге. Сондықтан мен өзім тіпті солайынан айтамын, ол үшін ұялмаймын. Себебі бүгін ақыл бергіштер көп, негізі шындап келгенде. Мысалы, бүгін ғана бір клиент айтады да маған, мен күйеуіммен қайтып қосылайын ба, қосылмайын ба дейді да, мысалы да. Мен айтам да, сіздің аяғыңыздағы аяқ киім сізді қаншалықты қысып тұр, қыспай тұр, қаншалықты ыңғайлы, ыңғайсыз, мен білмеймін ғой, сіз білесіз ғой. Неге менен сұрайсыз, неге сіз деп біреуден сұрайсыздар деймін да. Негізі психологтың негізгі міндеті адамды өзімен өзін таныстыру, ішіндегі травмасын алып тастау ғана. Психолог, коучтар негізі ақыл бермеу керек деп ойлаймын. Мен бұған толық солайынан келісемін. Себебі бір адамның тағдыры бір адамға келмейді. Бір ережемен барлық адам өмір сүре алмайды. Потому что Құдайдан келген ереже ешқашан бұзылмайды. Адамнан келген ережелер бұзылып жатыр, оны адамдардың өзі көріп жатыр. Сондықтан кез келген адамды тыңдай беруге мен қарсымын. Шындап келгенде барлық жауап адамның ішінде. Адам өзін-өзін табу керек, шынайы табиғатын табу керек деп солай ойлаймын. Қаншалықты дұрыс енді білмеймін. Психологтар сені өзіңмен таныстырады, сені өзіңді оқи алуыңа үйретеді деп ойлаймын да мен өзім. Ақыл беруге, кеңес беруге, или қосыл, ажырас деп, мен Аллама шүкір, осы уақытқа дейін қаншама клиент келді. Бәрібір жауапкершілік аласың ғой клиенттерге. Ажырасып кетпегенін қалайсың ғой бәрібір. Ажырасып кетем екен деп те уайымдайсың да. Негізі жақсы жағына қалап қарап өзгерткің келеді. Бірақ осы уақытқа дейін бір отбасы әлі ажырасқан жоқ маған келген, соны қуанамын да, біріншіден. Екіншіден, ажырасқаннан қалай айтсам екен, ол выход емес сияқты да мен үшінші. Себебі мен всегда келгенде клиентмен айтам да, ажыраспай тұрып, өзіңмен өзің разбираться етіп ал, потому что бізде 99% күнә еркектен емес қой. Әйелдің өзінің программасына байланысты ғой барлығы.